15-ші сабақ. Судың тіршілік үшін маңызы. Сабақта судың тіршілік үшін маңызын білесің. Ауыз суды үнемді пайдалану қажет түсінесің. Су тірі ағзаның тіршілігі үшін өте қажет. Адам суды ас әзірлеу, тазалық сақтау үшін пайдаланады. Өндіріс пен шаруашылықта қолданады. Мұхит, теңіз су арқылы жолаушы мен жүк тасиды. Жануарлар суды ішеді, кейбіреуі суда тіршілік етеді. Өсімдік сумен бірге минералды заттарды сіңіреді. Дегенмен жер бетіндегі барлық су тірі ағзаның пайдалануына жар бермейді. Мұхит пен теңіздің суы тұзды, оны ащы су деп атайды. Адамға, өсімдік пен жануарларға тұзсыз, яғни тұщы су қажет. Жер бетіндегі судың шамамен 2 бөлігі ғана тұщы су. Оның да аз ғана бөлігі ішуге жарамды. Сондықтан әр адам суды үнемдеп жұмсауды әдетке айналдырғаны дұрыс. Есте сақта, адам, өсімдіктер мен жануарлар сусыз тіршілік ете алмайды. Су қорын үнемді пайдаланудың тіршілік үшін маңызы зор. Сен білесің бе, тұщы судың басым бөлігі ауыл шаруашылығында қолданылады. Мысалы, 1 килограмм картоп өсіру үшін 300-590 литр, ал 1 килограмм күріш өсіру үшін 4000-5000 литр шамасында су жұмсалады.